Желіде жақсы жаңалық, зейнетақы алатындар көрсін. Бұл видеомыз астына бір емес, ондаған лайк бассаңыз тұрарлық. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және сіз күткен назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видео астына бір дана лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз бастаймыз. Зейнетақы орта есеппен 51%-ға өседі. Премьер-министр мәлімдеме жасады. 1 қаңтардан бастап 2027 жылға дейін базалық зейнетақы мөлшері орта есеппен 51%-ға өсетін болады. Премьер-министрдің орынбасары еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова енді республикадағы әлеуметтік қолдау мәселелері бір құжат, әлеуметтік кодекспен реттелетінін атап өтті. Оның нормаларының бір бөлігі жыл басынан қолданысқа енген. Атап айтқанда, құжат туғаннан бастап мемлекеттік жасқа жеткенге дейін әлеуметтік қолдау көрсету, жұмысқа орналастыру, еңбек қауіпсіздігі, әлеуметтік сақтандыру, қиын өмірлік жағдай кезінде көмек көрсету, қарттарды қолдау және тағы басқа мәселелерді қамтиды. Ана мен баланы әлеуметтік қорғауды күшейту мақсатында бірқатар қосымша шара қарастырылды. Мәселен, жыл басынан бері бала күтімі бойынша берілетін төлем мерзімі 1,5 жасқа дейін ұлғайтылды. Бүгінгі таңда 450 мыңнан астам отбасы аталған көмекті алды. Зейнетақы көлемі және айлық көлемі асуын қаласаңыз, видеомыз астында өз лайктарыңызды аямаңыздар, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз қымбатты көрермен. Кәне видеоролигіміз астына қанша лайк жиналады екен?